Ақын Жамбыл Жабаев 1846 жылы ақпан айында қазіргі Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының бөктерінде дүниеге келген. Ол жайында ақынның өзі «Менің өмірім» деген өлеңінде қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей, көк найзалы жау торыған, байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан дейді. Әкесі жапа кедей болғанмен ат үстіне мығым найзагер кісі екен. Ел ішінің дау-дамайына бітімгерлік сөзін айтқан кездері де болыпты. Шешесі ұлдан мінезі байсалды, абысын ажын арасында беделді, орайы келгенде өз жанынан қиыстырып өлең шығара беретін әдемі дауысты әнші екен. Жамбылдың аталарынан әрірек те өнерпаз, сері, палуандар, ділмар, шешендер шыққан. Жамбыл медресе мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу сызуды білмесе де, жастайынан домбыра тартып жыр жаттады. Қазақ халқының сөз өнерін үйренді, кейін ақындығымен елге әйгілі жыршы атанды. Өмірдің соңғы жылдарында жиі науқастанған Жамбыл атамыз 100 жасқа аяқ басқанда 1945 жылы 22 маусымда дүниеден өтті. Жамбыл есімі қазақ халқы үшін, қазақ поэзиясы үшін аса қымбат. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай: егер біз Жамбыл даналығын тәу етіп, ұлығын ұлаға тұтып жатсақ, оның басты себебі Жамбыл арманның адамзаттық арман аңсарымен ұласып жатқандығында. Сондықтан да қазақтың Жамбылына адамзаттың Жамбыл ретінде құрмет көрсетіп, өлмес рухының алдында басымызды иеміз.